Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, қалайсыздар? Қай уақытта көріп отқаныңызды білмеймін, сондықтан да үш уақытпен де амандаса беремін. Самұрық қазына бойынша алғашқы тегін сабаққа қош келдіңіздер. Самұрық бойынша қазір толыққанды сіздерге мен барлығын түсіндіретін боламын. Жалпы өзім жайлы қысқаша айтып кетейін. Мен өзім тендермен айналысып жүрмін. Тендермен айналысып жүргеніме 5 жыл уақыт болды. Және де тендер арқылы айына жақсы табыс табамын, 3 миллионнан жоғары. Енді мен жалпы тендердің арқасында шетелге саяхаттадым, Дубайға барып келдім, сафариді араладық, Сахараны өз көзімізбен көрдік. Және де жақында өзіме салоннан су жаңа Hyundai Elantra жаңа машина сатып алдым. Және де өзіме ғана емес, ата-анама да сыйладым. Бір күннің ішінде салоннан 30 миллионға екі бірдей машинаны шығардық. Әрине әуелі алда, екінші осы тендердің арқасында. Енді тура осы тендер арқылы менің табысқа шыққан студенттерім де бар. Бірнешеуімен таныстыра кетейін. Гүлнұр ханым мемлекеттік жұмыста, жұмыс істеген, жұмыстан шығып кетеді, полностью өз тендерға келеді. Тендердің арқасында кемінде 6 ай айналысады дағыны су жаңа Черри автокөлігін сатып алады. Және де осы бізде Түркістанда Жаңақала районынан, Жаңақала ауданынан квартира, 2 бөлмелі квартира сатып алады. Осы тендердің арқасында 6 айдың ішінде максимально жақсы айналысқан. Гүлнұр ханым, тезка екеуі бұл кісі точка А минуспен, қарызбен, полный косякпен еще сол моментте аяғы ауыр болып келеді, тендерді үйренеді. Сөйтіп точка Б 6 айдың ішінде 8 миллион теңге таза табысқа шығады. 6 айда 8 миллион деген енді айына там 1,5 миллион, 1 миллион 200 мың теңге табыс тауып отырды. Мінекей қазір баласын аман есен босанып алды, Аллаға шүкір, және жақсы жұмыс жасап жатыр. Қазір де тендермен айналысады. Бұл кісінің саласы работа услуга саласы. Енді Мөлдір ханым тоже медик болып жұмыс істеген, айлығы точка А 200 мың, 150 мың теңге, бір айлықтан шаршап, қазір таңда тендермен айналысам деп шешіп, тендерге келіп, точка А 1,5 миллион, қазір уже 2 миллион, 3 миллион теңге табады. Жақында өзіне су жаңа Kia K7 бар ғой, қап-қарасын, мощный машинаны сатып алды. Енді бұл тек қана бер жағы, басқа да менде тендер бойынша жетістікке жеткен студенттерім, кейстарым вот так хватает. Оларды сіз менің инстаграм парақшамдағы актуальныйлар тұр ғой, кейсы нәтижелер деп. Дальше бұлар жылжыта берсеңіз көп. Сондықтан басқа да нәтижелерді көрсеңіз болады. Енді өзім жайлы толыққанды ақпарат. Есімім Нұрболат Рахымбердиев, жасым 21-де, қазір таңда 4 жылдық тәжірибесі бар эксперт деп жазып қойған. Бұл старый слайд, қазіргі уже 5 жыл болды. Себебі мен тендерді 16 жасынан бастап тендер бастағам. Сол кезде бір айдың ішінде 50 тендер жаптым, және 50 мың теңгемен бастағам. Соңғы ақшам 50 мың теңге болған. Соны бір айдың ішінде 5 миллион теңге оборот жасадым, X бонусте. Және ең үлкен ұтқан тендердің суммасы 30 миллион теңге. Және ол жерде таза пайда 8,5 миллион теңге детский площадканың тендері. Енді тендерге дейін мен немен айналыстым? Мен тула салып, аспаннан сөз салып тендермен айналысып кеткен жоқпын ғой. Тендерге дейін мен бизнес, кішігірім мини бизнестермен, мини өндіріспен айналысқанмын. Попкорн істеп саттым, жаңағыдай вата істеп, хит болды кезінде стаканға, соны жасағам. Товарный бизнеспен айналысып көрдім, магазин аштым, инстаграммен сатып көрдім, набор ключей, хит товары, 1000 мелочей деген болады ғой, сондайлар сатып көрдік. Сосын өзімнің гаражымда полировка фар бизнесін бастағам, сондықтан жасап көрдім. Тендерге дейін бұның барлығы 16 жаста, 15 жас аралығында. Сөйтіп бұл тендерден ешқандай толқы болмағаннан кейін алдымдағыны уже тендерге кеттім, уже тендерге полностью ауысып кеттім. Енді көргендеріңіздей тендердегі нәтижем Аллаға шүкір жаман емес. Бүгінгі сабақта не үйренеміз? Бүгінгі сабақта Самұрық қазына порталының ішкі кухнясына кіреміз. Самұрық қазынаның ерекшеліктері, артықшылықтарын айтам сіздерге, көрсетіп берем. Және заявка беруді үйретем. Реально қазір біз Самұрық қазынаға заявка беруді үйренеміз. Сондықтан да қазірден мұқият қарап алыңыз. Және қалай тек Самұрық қазына, сол Самұрық қазынаның өзімен қатысып, айына кемінде 2 миллион теңге как минимум табуға болады. Осы сабақта толыққанды алатын боласыз. Сабақты соңына дейін қараңыз. Енді давайте бастайық. Go. Енді мен Самұрық қазына мен Госсакты сіздерге салыстырып көрсетейінші. Екеуі де жаман портал мына, Госсак істеме, онша емес деп айтпаймын. Мен де Госсакпен айналысамын, Самұрықпен де айналысамын. Бірақ екеуін мен эффективность, тиімділік, удобство жағынан екеуін салыстырып беремін қазір сіздерге. Салыстырып көрсетемін артықшылықтарын, кемшіліктерін деген сияқты. Так, бірінші, Самұрық қазына порталына тіркелу тегін. Тіркелген үшін ақша төлемейсің. Госсакпен де тіркелу тегін, бірақ тіркелгеннен кейін сен обязательно тариф қосу керексің.
ол 1 миллионға дейінгі тендерге қатысу үшін сен 3900 теңге төлейсің бір МРП, 10 миллионға дейінгі тендерге қатысу үшін сен 39 мың теңге төлеу керексің, ал 100 миллионға дейін болса 79 мың теңге төлеу керексің. Яғни сен үлкен тендерге қатысу үшін жаңағыдай тарифтің ақшасын құю керексің. Ал самұрық қазынада тіркелу тариф қоспайсың, тегін 0 теңге. Тіркелесің, сразу 10 миллионға, 20 миллионға, 5 миллионға, 1,5 миллионға заявка бере бересің. Ешқандай шектеу жоқ. Және Госзакуп порталында әрбір тендерге қатысқан сайын сенің шотыңнан 3% ақшаны ұстап отырады. Сол қатысқан тендердің суммасынан. Мысалға, 100 мың теңгеге тендер шығып тұр ма, 100 мың теңгенің 3%-ы 3 мың теңге болады. 1%-ы 1000 теңге болса, 3%-ы 3 мың ба, қатысқаның үшін 3 мың теңге ұстап қалады. Болды. Мысалға, я. Енді ал сен 1 миллионға қатысатын болсаң, Госзакупте, онда 30 мың теңге ұстап қалады. Яғни сенде әр тендерге қатысқан сайын ақша ұстап қалып отыратын, сенде лицевой счет болады Госзакуп порталында. Сол лицевой счетында запаста как минимум 50 мың теңге тұру керек қой, чтобы сен нормальный тендерлерге қатысып ұту үшін. Бұрын Госзакуп 1% ұстайтын еді, қазір 2025-те заңды өзгертті да 3%-ға ауыстырып тастады. Сосын, ал самұрық қазынада ондай қатысқаның үшін 3% ондай обеспечение жаңағыдай төлемейсің. Қатысу тегін. Енді 2025 жылғы шок жаңалық Госзакуп порталы бойынша ол 10% антидемпинг құю керексің. Ол не десеңіздер, біреулер білет, біреулер білмейді. Білмейтін жандарға айта салайын. Білсеңіздер, красавчиктер. Мысалға, бір тендер жарияланып тұр 1 миллион теңгеге. Сенің шығының ол тендерге 600 мың теңге болды. Допустим. Сөйттіңда сен 700 мың теңгеге заявка бердің. Үстіне 100 мың теңге пайдаңды қойдың. Мысалға, 700 мың теңгеге заявка бердің, негізі тендердегі порталдағы баға 1 миллион теңге еді. Енді 2025-тің жаңа заңы, егерде сен порталда ұсынған бағаның 10%-нан төмен сумма жазатын болсаң, яғни төмен сумма беретін болсаң, соның арасындағы разницасын төлейсің. Мысалға, 1 миллион теңгенің 10%-ы 100 мың теңге ғой. Значит, сен 1 миллионнан алпыстайсың 100 мыңды. 900 мың теңге қалады. Дұрыс па? 10%, 1 миллионның 10%-ы 900 мың болды. 1 миллион 10% алпыстағанда 900 мың қалды ма? Сен 700 мың теңгеге заявка бердің ғой. Вот арада қанша қалды? Арада 200 мың теңге қалды, дұрыс па? Соны сен тағы да құю керексің ғой. Госзакуп порталына, өз қалтаңнан. Оны саған қайтарып береді. Но сенде ондай ақша болу керек та. А енді қараңыздар, мен просто 1 миллионның 300-400 мың, 200-700 мың деңгейінде ғана айттым. А 10 миллион ше, 5 миллион ше, 20 миллион ше. Бұяқта 10% разницасы қанша? Уже миллиондар кетеді. Енді сұрақ, сен қалтаңда өз запасқа жиып отқан ақшаңды ана тендерді жұмыс істеуге немесе товар жеткізуге құясың ба? Жоқ, әшейін мынау жаңа заң үшін 10% антидемпингқа құясың ба? Мысалы, вообще андай, как бы несправедливо сияқты да ше, негізінде. Сондықтан да 10% разница антидемпингті құясың, потом ұтқан соң тағы да 5% обеспечение құясың, ұтқан соң. В общем, ақша құя бересің. Ал самұрық қазына порталында ондай жоқ. Тіркелу тегін. Қатысқаның үшін 3% обеспечение төлемейсің. Ұтқаннан кейін 10% антидемпинг разницасын баға төлеу жоқ. 5% обеспечение төлеуде қажет жоқ. Ондай ешқандай. Енді мысалға, Госзакуп порталында сен товарды апара алмасаң, немесе жұмысты жасай алмасаң, сені черный списокқа тығып жібере салады. Ал самұрық қазына порталында сен черныйға кетпейсің, товарды апара алмасаң, немесе жұмыс істей алмасаң. Сен ұтқан суммаңның 10%-ын как штраф ретінде төлей саласың да, сонымен құтылып кете саласың. Болды. Арғы төлемесең, енді вообще төлемейтін болсаң, черныйға кетесің. Но енді бастап черныйға кеткеннен қарағанда бір ұтқан тендерінің 10%-ын төлей салған жақсы. Егер үлкен сумма ұтып алсаң, 10% үлкен сумма болса, онда отказ бере салуға болады. Аз майда шүйде сумма болатын болса, онда 10%-ын төлей саласың, болды. Енді товарды жеткізуге самұрық қазынада 60 күн, 30 күн, 90 күн уақыт береді. Ал Госзакуп порталында 15 күн, 10 күн, 5 күн уақыт береді. Үлгере алмай қаласың кейде. Және де қатысу, тендерге қатысу, тендерді іздеу, оны там қарау функционалы өте оңай самұрық қазынаның іші. Егер сіз Госзакуппен айналысып жүрсеңіз, қазір мен сізге самұрық қазынаны көрсетемін, ішін толыққан таныстырамын мен сіздерге. Енді конкуренция аз самұрық қазынада. Неге? Потому что оны көп адамдар бағанағыдай білмейді. Неге білмейді? Потому что Қазақстандағы 80%, 90% студенттер, тендер эксперттер барлығы тек қана Госзакупты үйретеді.
және госзакупта жылдан жылға заң қысып жатыр. Заң қатты күшейіп жатыр. И госзакупта конкурент до хрена, потому что бәрі нені үйретеді? Осы госзакуптың ішіндегі товарканы үйретеді. Ал енді самұрық қазынаның ішінде конкуренция аз, заказчиктің номері дайын тұрады, звондасаң грамотно саған жауап береді, заявка берген кезде өз условияңды, өз мненияңды жаза аласың, и заявка беру өте удобно. Қазір мен сіздерге жалпы самұрық қазынаның ішкі кухнясын таныстыратын боламын. Қазір жаңағыдай заказчик номері бәрі қай жерде тұрады көрсетемін. Міне, мынау самұрық қазына порталының іші осылай болады. Тендерлар мынау оң жаққа шығады. Госзакупта істеп жүргендерге мынау қазір шоковый состояние, басқаша болып көрінуі мүмкін. Көздеріңіз үйренеді, оңай үйренеді. Мынау мына жағы тендерлар мына жаққа шығады. Услуга по озеленению территории административного здания, запрос прием ценовых предложений. Осталось 9 дней, тендердің бітуіне 9 күн қалды. Стоимость, яғни ақшасы 1.929.175 теңге. Енді тендерді қалай іздейміз? Міне, портал закуп самұрық қазына, поиск закупок и лотов, міне, лоты, закупки, договоры. Бізде кіргенде мынау всегда закупкида тұрады. Лотыға, закупкиға, договорға ауыстырудың қажеті жоқ. Тек всегда закупкида тұрады. Мына жақта слово для поиска или номер закупки деп тұр. Бір айта кететін жайт, самұрық қазынада избранный деген жоқ. Мысалы, госзакупте избранный бар еді ғой, былай сақтап алатын еді ғой. Флажокпен естеріңізде ме? Мінекей былай. Ал самұрықта ондай жоқ. Тек қана тендердің номер объявлениеін жазып аласыздар, жаттап аласыздар. Енді қатысатын болсаңыздар жазып аласыздар номер объявлениеін. Потом заявка берген кезде соны мына жаққа поисковикке жазасыздар дағыны былайынан. Поисті басқан кезде сол тендерді сіздерге тауып беретін болады. Енді бұған тиіспейміз. Метод закупки, запрос ценовых предложений деген таңдаймыз. Міне, запрос ценовых предложений. И опубликован деп тұрады. Егер мынау былай все статусы деп тұрса, аласыздар да опубликован дегенге өзгертесіздер. Мінекей. Вот міне өзгерді. Приоритет дегенге тиіспейміз. Цена, пена, месяц, анау тиіспейміз. Дата совершения прием заявок керек емес. Мына жақта товар, работа, услуга. Товар деген таңдаймыз да. Место поставкиді былай белгілемесек те болады. Неліктен? Потому что сен өзіңнің облысыңды белгілейтін болсаң, қазір аз тендер шығады. Потому что самұрық қазына анандай ғой. Госзакупте сен өзіңнің кішкентай ауылыңды белгілесең де көп тендер шығады, потому что государственный мекемелер көп қой. Ал самұрықта государственный мекемелер аз. Бұл жақта основной частный заводтар, Қазмұнайгаз, Газтрансаймақ, Қазпошта, Қазақтелеком, Аэроастана, банктер шығарады да. Олар редкі ғой, үлкен компаниялар, сондықтан аз шығады. Галочка қойдық, мәсі тиіспейміз, найтиді басамыз. Так, найтиді бастық, міне оң жаққа тендерларымыз, міне найдено 609 дейді, 609 тендер, міне. Журнал, кисть, диск, кәдімгі қарапайым заттар бар. Енді қараңыздар, суммалары 6165, міне. Бұяқта да аз сумма бар. Ойлап қалмаңыздар, самұрық қазына деген үлкен суммалар, миллиардтар, миллиондар жоқ, бұяқта аз суммалар да бар. 5 миллион теңге үлкен суммалар да бар. Енді қараңызшы, сіз маған тіркелесіз қой, тіркелесіз, болды. Бірден мына 6 миллион 400 мың тендеріне заявка бере аласыз ғой. Мына жақта 1 миллион 900 мыңға заявка бере аласыз. Ешқандай шектеу жоқ. Сразу уже табысқа шығып кете аласыз. Енді мына жақта по дате және по сумме деген екі сөз бар. По дате дегенді басатын болсақ, мынау бесцветный болып тұрса, бұл өтіп кеткен тендерлар. По датені бассақ, бізге қараңыздар. Скоро бітетін тендерлар шығарып береді. Тез арада бітетін. Уже 1 күн қалған, 2 күн қалған, 3 күн қалған, арасынан алар технически кіріп кеткен енді, міне. Көрдіңіздер ме? Сіз уже по датені басып, уже скоро бітетін тендерларды қарап, уже іздеп, заявка бере беруге болады да. Ал енді, мына суммалар аралас, миллион 700, 7,5 миллион, 750 мың аралас қой. По суммені басатын болсаңыз, суммалар аз суммадан бастайды да, жоғары қарай шығарып береді сізге. И сіз ең алғашқы бастаған кезде осы самұрықты кішкентай суммалардан бастап қатыса берсеңіз болады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын, Енді қараңыздар. Мысалға, самұрық қазынада жаңағыдай ерекшеліктермен бөлісем дедім ғой. И самұрық қазынаның да нелері бар. Бағанағыдай инвалидный общество немесе индустриальный сертификат талап ететін моменттер болады. Енді тендерге кіріп анализ жасау үшін, мына тендер тұр, текстолит деген тендер тұр, білмеймін не екен. Көре берейік, үстін басасын. Так, начало прием заявок 11.04 апрельде басталған, конец прием заявок 21.04.2025. Бір тендер 10 күн, бір апта жарияланып тұрады.
заказчик акционерное общество Алатау жарық компаниясы, АО Алатау, метод закупки, запрос ценовых предложений. Мынау заказчиктердің электронный почтасы, мынау заказчиктің телефон номері, мынау внутренний номері. Міне қараңыздар, телефон номері тұр заказчиктің. Госсакте бұлай дайын тұрмайды. Мынау барлық лотта осылай тұрады. Госсакте кейбірінде ғана общий сведенияның мына жағында тұрады былай. Кейде ғана, мысалға, көрдіңіздер ғой өздеріңіз, қаншама тендерларды, иә? Госсак кірдің, общий сведенияға кірсең, мына жағында ғана анда-санда тұрады номер. Контакт міне, андай номер тұрады. И почтада тұрады, иә? Контакт номер көбінесе тұрмайды, почта всегда тұрады. Бірақ Госсакте почтада ана мекеме өмірі жауап бермейді. Ал Самұрықта почтасына жазсаң да, нағығына звондасаң да, всегда телефонды көтереді. Қандай сұрақтарыңыз бар деп айтады, осы тендер бойынша деп номер объявлениесін сұрайды сенен, мынандай тендер осындай дейсің, саған осы тендерға жауапты адамның номерін береді да, сен сонымен байланысқа түсесің. Енді тендерге кіре салысымен, там суммасын бәрін көрдік қоя, мына жерде бір сөздерді іздейміз. Метод закупки, запрос ценовых предложений деп тұр, дұрыс па? Мына жаққа мән береміз, мына жер пустой болып тұр. Если осы жерде жазып қояды, среди товаропроизводителей, среди организация инвалидов, среди там товарообеспеченный фонд. Бұл қай сөздер десеңдер міне. Мына 4 сөздің біреуі тұрады. Среди организация входящих фонд, среди организаций инвалидов, среди товаропроизводителей, среди поставщиков доверенный программное обеспечение продукции электронной промышленности. Осы 4 сөздің біреуі мына жақта астында тұрады. Мына жақта астында жоқ болса, бұл тендерге қатыса беруге болады деген сөз. Міне, мына тендерге кірем, қараңыздар. Круг наждачныйға кіремін. Кіріп қабем, мына приоритет деген қарап, не деп тұр? Среди товаропроизводителей фонда. Индустриальный сертификат сұрап тұр. Бұған біз заявка бере алмаймыз. Болды, аласың да шығып кетесің. Келесі тендерға кіресің, журнал. Қарайсың, тап-таза ма? Болды, заявка беруге болады. Мына жақта не сұраған? Журнал для учета. Мінекей. Количествосы 3, единица измерения штука, цена за единицу 2055, общий суммасы 6165. Мына астына түсіп кетеді. Бәрін былай бір қатарға істегенде Самұрықта шымен цена за единицу и сумма. Место поставки город Уральск, с даты подписания договора 30 календарных дней. Көрдіңіздер ма? Самұрықта товар жеткізуге, хоть 3 штук товар болсын, хоть 1 штук товар болсын, жеткізуге нормальный уақыт береді. Қараңыздар, как минимум 30 күн, 2-3 штук зат. Енді тек характеристиканы оқиық. Документы, техническая спецификация лота закупки. Кәдімгі госсакупкеге. Текст тағы да бұның артықшылығы. Текст четко и понятно жазылған. Четко и ясно. Ана госсакупке бүйтіп жазылып кетеді ғой, кейде ше жоқ. Бұяқта қысқа нұсқа қалай бар, солай жазып қояды мына жерде ше. Мысалы қараңыздар. Формат А4, не менее 96 лист, в клетку дейді, блок офсетный дейді, офсетный, обложка бумвинил дейді, өзінің сондай качествосы бар. Цвет обложки синий, твердый переплет, материал внутренних листов, анау-мынау. По всем вопросам обращаться ведущий менеджер, мені пәлен түген деген номері тұр, мені поштасы барлығы тұр. Енді мияқта толыққаны былай оқисыздар. Жеткізу орны білесіздер, запад, место поставки. Уральск, город Уральск, улица Гагарина 29, срок поставки с датой подписания договора 30 календарных дней. Условия оплаты: предоплата 0%, промежуточный 0%, окончательный платеж 100%. Яғни товар жеткізесің, сосын саған ақшаңды аударып жібере салады. Болды, бітті. Мінекей. Енді мен жаңа слайдта айтқанымдай, заявка беретін кезде, мінекей, заказ номері дайын тұрады, звондасаң грамотно жауап береді. Заявка бергенде сен өз условияңды қоя аласың дедім ғой жаңа мен сіздерге, иә? Өз условияңды жаза аласың дедім, иә? Вот соны мен қазір сіздерге толыққанды түсіндіру үшін былай. Міне қазір кірейін госсакупке. Міне, направите запрос по разъяснениям условий закупки. Мысалыға, бір тендер бар, қатысайын деп жатсың сен оған, и мысалы қайшыны алатын болсақ, ойыма ештеңе келмей қалды ғой. Мысалы қайшының ұзындығы мысалға 10 см текст-спецте. Сен тапқаның 12 сантиметрлік қайшы. Допустим. Сен мынақа характеристика, мынақа жазып жібере аласың. Например, менің тапқан қайшым характеристиканың материалына, цветіне 100% сәйкес келіп тұр, бірақ ұзындық жағынан сәйкес келмей тұр. Мендегі товардың қайшының ұзындығы 12 см, порталда жазғаны 10 см деген сияқты ше. Егер мен ұтатын болсам, мен 12 см алып барам деп, заранее осылай хат жазып жібересің да, егер сен туалған кезде 12 см апаратын болсаң, саған әңгіме айтпайды.
Ал госактте қандай? Госактте қатып қалған қағида бар, 10 сантиметр деп тұр ма, 10 сантиметр апару керексің деген сияқты. Енді дальше самұрық қазынаға давайте енді разбор жасап, бірнеше тендерларға уже заявка беріп көрейік мына жерде. Енді қараңыздар. Так, дальше. Мысалы бір тендер шығып тұр мына жақта. Мынау номер объявление тендердің. Бұл жақта тек қана номер объявление жазып алу керек. Мен қазір сіздерге толыққанын көрсетемін. Міне мына жаққа слово для поиска или номер закупки деп тұр ма? Бастым, товарка дедім, найти дегенді басам. Маған зарядқа қойып жіберейін. Енді мінекей, найти товар для рудника видеорегистратор деп тұр. ТО Қаратау, ответственность ограничение Қаратауда бір ТО сұрап тұр екен, короче, частный компания, номер телефон заказчикмені, общая сумма 1 миллион 116 мың теңге, видеорегистратор сұрап тұр, 4 штук, әр штугына 279 мың теңгеден 1 миллион 116 мың теңге. 30 күннің ішінде жеткізіп беру керек. Ал енді мен бұны мына жақта Оптовиктен оптым бағада 125 мың теңгеден таптым. Мінекей 125 мың теңгеден тұр. Порталдағы баға 4 штукке қанша? 279 мың. Общий суммасы 116 мың теңге. Енді кіріс шығыс есептейтін болсақ, 125 мың теңгеден 4-еуі 509 мың 600 теңге болады. Доставкаға 20 мың теңге. 4 штук мынандай болады ғой, енді көп болмайды ғой. Налог 18 мың теңге. Жалпы шығыннан бәрін қосқанда 541 мың теңге. Үстіне как минимум 300 мың теңге пайдамызды қосатын болсақ, 1 миллион 116 мың тендеріне 741 мың теңгеден заявка берсек, конкуренция по-любому болады ғой, енді төмен бағада минимум есеп деп жатырмын ғой. Төмен берсек, ұтамыз, ол жағынан гарантия бар, және де 300 мың теңге таза пайдаға шығасыз. Мысалға, простой тендер, Енді тағы біреуіне мысалы көрсетейін. Міне лампочка сұрап тұр сіздерден. Бұны да қазір мен копировать етіп алайын. Окей. Қазір бір-екеуіне біз қазір заявка беруді көрсетемін мен сіздерге. Так, мынаны өшірем, орнына мынаны жазам. Міне лампа светодиодный деп тұр. Енді қараңыздар, міне лампа светодиодный 2000 теңгеден штукасы, 2000 штук сұраған, әрқайсынан 2000 теңгеден. Общий сумма 4 миллион теңге. Жаңаөзен қаласына жеткізу керек 60 күннің ішінде. Енді бұны мен аламын. Оптовикте бұл оптом және в розницу, міне номер телефон барлығы тұр 330 теңгеден. Лампа светодиодный E27. Характеристикаға бәрі кепті. Енді 2000 штук 2000 теңгеден тендердегі сумма 4 миллион теңге. Расход 330 теңгеден 2000 штукты аласың. 660 мың теңге товарный закуп. Доставка 30 мың теңге. Кішкентай ғой енді бұл. 2000 штук деген бір нормальный коробка болады. Налогқа 45 мың теңге төлейсің. Жалпы расход мына үшеуін қосқанда қанша болады? 735 мың теңге болады. 735 мың теңге. Тендер 4 миллион теңгеге жарияланған. Сенің товарға кететін шығының 735 мың теңге болып тұр. Почти қанша есе? 4-5 есе ғой уже. 5 есе почти. 6 есе, 800 мың теңге үстіне пайда қоясың. Как это минимум. Сол кезде сен 4 миллион тендерін 1 миллион 535 мың теңге заявка берсең, ұта алмасаң, мұрныңды кесіп берем. Это как минимум. А бұған вообще конкуренция аз қатысатын болса, 800 мың емес, бір тендерден 1,5 миллион теңге пайда көруге болады. Енді мен сіздерге қазір заявка беруді көрсетейін. Жаңағы біздің тендеріміз, анауысында мен заявка берейін. Маған қазір заявка беруге мүмкіндік болмай тұр, әлі прием заявки ашылған жоқ екен. Так, жаңағы бізде не еді? Видеорегистратор еді, міне. Қазір несін копировать етіп алайын. Заявка беру өте оңай. Міне, алдың. Міне галочка қоясың. Подать заявку. Мұқият қараңыздар, төменге түсеміз, ең төменге. Міне, X болып тұр, требование и критерий деп тұр, осыған кіремін. Төмен кішкене айналады. Төменге кіреміз дағыны, мына жаққа біз қазір былай жазып шығамыз, қараңыздар. Енді көбісінде мынандай астына сведение о марке, модели, наименование производителя, страна происхождения товара, контакт данных, производитель, официальный представитель деген данныйды толтыруды бір 10% тендерде ғана талап ететін шығар. Қалғандарында талап етпейді. Қалғандарында согласен ТС заказчика, согласен госстандарт дейсің да, мына жаққа бағаңды жазасың да бере бересің.
Ал енді мынандай талап еткен жағдайда енді сен жаңағыдай тендерді оптын бағада сайттан көріп тұрсың ғой, мысалы мына сайттан көріп тұрсың, оптовиктен көріп тұрсың ғой, сол жақтағы данныйларды аласың да копировать етіп сайт етесің. Енді оған уақыт жоқ, мен өтірік жаза салайын былай. Страна происхождения реально жазасың. Қытай болса Қытай, Бангладеш болса Бангладеш, Багамы болса Багамы. Количествосы қанша еді? Количество бізде қанша? 4 штук. 4-еуін жазасың. Контактный лицо производителя, номер телефон, өзіңдікін жазсаң да болады, жаңағы фирманыкін жазсаң да болады, разница жоқ. Галочка қойдың, мына жаққа уже сразу өз бағаңды жазасың. Міне 279 мың теңге, иә, сен плановый баға. Мына жақта 1 миллион 16 мың теңге мысалға, иә. Ну там, допустим, там жаздың там 185 мың теңгеге жаза саласың, мысалға. Мінекей 740 мың теңге болды. 185 мың теңге сен әрқайсысына жазып жатсың, жаздың. Енді төменге түсесің, сохранитті басасың. Айналады. Мынау не деп тұр? Заполнено деген галочка пайда болды, дұрыс па? Енді жоғары көтересің да, міне требование документ X болып тұр, талоның тұр сенің. Оған да галочка қоясың. Қайтадан төменге түсесің. Сохранить. Формировать документ. Обновить. Бір кнопка баса бересің ғой. Тағы да обновить. Подписать. Қол қоясың. Болды, бітті. Заявка берілді. Бір минут, 2 минутқа жетер жетпес қой. Енді ETSP қойып оқушыларына. ETSP-ын жазасың. Открыть, подписать дейсің. Болды, заявка берілді. Енді Госактбегде бұл жерде де заявкаларды сен отозвать ете алсаң болады. Міне мен берген заявкаларым. Статус не деп тұр? Мінекей подано деп тұр. Товар для рудника. Міне. Мына жақта дата окончания приема заявок 25 сағат 10:00 деп деді. Действие деп тұр. Действиені аласың, отозвать дей саласың. Осы заявканы беріп, үйреніп отозвать етсеңіздер болады. Вы действительно хотите отозвать заявку? Отозвать дейсің. Енді Госактбегде мои заявки деген қақта тұрады десеңіздер, міне наглавныйды басам. Міне мысалы беріп қойдың, енді бағаны өзгерткің келді, немесе қатысқың келмей қалды да отозвать ету керексің. Сен неден самұрықтан шығып кеттің. Кірдің кабинетіме, личный кабинет, заявки, список заявок. Төменге түсесің. Список заявка ішінде сенің берген заявкаларың мына жақта тұрады. Подано деп тұр ма? Действиені аласың да отозвать ете саласың. Отозвать. Бұл жерде отозвать еткен кезде де қол қоя саласың болды. Әрбір қадамыңа бұл жерде самұрықта қол қойып отырасың. Міне. Подано, заявка успешно отозвана деді. Болды, бітті. Бердің, алдың, бердің, алдың. Енді көргендеріңіздей сіздерге жалпы самұрық қазынаның өте оңай, қатысу да оңай, ішіндегі функционалы да, кнопкалары да өте оңай. Ең бастысы бұл жерде конкуренция аз және ақша өте көп бөлінеді. Көрдіңіздер ме? Жаңа шығындар нереально. Бірге бір қалатын, бірге екі қалатын шығындар шықты. Себебі бұл жерде ақша көп бөлінетін себебі бұл жерде частный үлкен компаниялар бар. Оларға жақсы сапалы нәрсе керек болғаннан кейін олар аямай ақшаны бөледі. Бір сөзбен айтқанда, easy ғой. Самұрық қазына порталы easy портал. Мен самұрық қазынамен өте жақсы жұмыс жасаймын. Товар кассамен жақсы маржа қылады, қатысу да оңай, претензия да аз, алдың апардың ақшаны аударып береді. Енді сізге жалпы самұрық қазынаға жақсы пайда табуға болатынын дәлелдедім деп ойлаймын. Егер сізде уже самұрық қазына арқылы айына кем дегенде 1 миллион теңге, 2 миллион теңге табысқа шығу уже қызығушылық пайда болған болса, онда менде дайын самұрық қазына бойынша практикалық курс бар. Дайын видео сабақтар түсіріп, қазақ тілінде қадам-қадаммен пошагово барлығын дайындап қойғам. Бұл видео сабақта самұрық қазынаға тіркелу, сіздерге тендердегі оптовиктердің тізімін береміз, және арзан оптовиктің табу жолдарын үйретеміз, және самұрық қазынаға тіркеліп болғаннан кейін прайс лист деген нәрсе толтыру керек. Өзінің ішінде бар. Прайс лист деген бір этап бар. Соны толтырмасаңыздар, тендерде заявка берілмейді. Сіздерге ойлауларыңыз мүмкін, ютубтан тіркелуді көріп аламын да, прайс там заявка беремін де, өзім орындай беремін деп. Жоқ, ютубта ол ақпарат жоқ. Прайс лист толтыру, ютубта документация деген ақпараттар жоқ. Прайс лист толтыру және заявка беру. Көрсетіп қойдым. Протокол итогов, ответті қалай көреміз, кім жеңгенін қалай көреміз деген сияқты. Және ұтқаннан кейінгі документация, акт толтыру. Ұтқаннан кейінгі документация сәл ғана басқашалау. Накладной сол накладной, SF сол баяғы SF, бірақ акт толтыру басқаша. Акт толтырудың видео сабақтары дайын тұр. Және де менімен бірге 6 ай кері байланыс. Сабақ қайталап айтамын. Форматы онлайн, дайын видео сабақтар бар. Аласың, көресің, практикада қайталайсың. Түсінбеген жерлеріңді, тендер ұтқан барысында заказчикпен проблема болған жағдайда,
бірдеңелер болған жағдайда менімен сұрап отырасың. Кері байланыс деген сол. Андай сабақ былай зумда бүйтіп отырып болмайды. Офлайн емес, сабақ онлайн. Дайым видео сабақтар тұр. Көрдің, бірге бір қайталайсың, түсінбеген жерлерден сұрайсың. Солай мен саған 6 ай бойы, жарты жыл бойы кері байланыс беріп көмектесіп отырамын. 6 ай ол аз уақыт емес. Енді бұл курстың негізгі бағасы, қазіргі сатылымда болып тұрған фиксированный бағасы 150 000 теңге тұрады. Ал егерде сіз дәл бүгін курсты алатын болсаңыз, бүгін төлем жасап уже курсты алатын болсаңыз, мега жеңілдік 25 000 теңге. Ойлаңызшы, 150 000-нің орнына 25 000 теңге. Қазір таңда бұл самұрық қазына курсына менде 135 адам тіркеліп қойған. Егер бұл адам саны 200-ге жеткен кезде, 25 000 теңге скидка баға тоқтайды да, уже 150 000 теңгеден сатылатын болады. Ал мынау 135-тен 200-ге өте тез көтеріледі. Түсіндіре алдым ба? Сондықтан 25 000 теңге, бар болған 25 000 теңгемен самұрық қазына меңгеріп аласыз да, айына кемінде 500 000, миллион, 2 миллион теңге табысқа шыға аласыз. Ал енді Нұрболат сабақты алғым келіп тұр, дәл қазір қалтамда ақшам жоқ, бірақ жаланиям ұрып тұр дейтін болсаңыз, онда бізде Каспи қосымшасы және де рассрочка бөліп төлеу қосымшасы барлық қарастырылған. Үстіне ешқандай пайыз, процент үстемақы қоспаймыз. Сол сумма 25 000-ді аласың да бөліп төлейсің. Ескертем, қалай мынау тіркелушілер саны 135-тен 200-ге жетеді, все, 25 000 баға тоқтайды да, 150 000 теңге болады. Сіз оны жазған кезде мен көрсетемін, 200-ге толды, давай 150 000 теңге, басқа вариант жоқ. Сондықтан да қазір 25 000 теңге болып тұрған кезде алып қалыңыз, алып үлгеріп қалыңыз. Ал жоқ, Нұрболат, менде реттеп жоқ, одобрение да бермейді, бірақ алғым келіп тұр дейтін болсаңыз, как минимум 5 000 теңге предоплата тастайсыз маған. Сөйтесіз дағыны, қалған 20 000 теңгені жинаған кезде, бір жақтан айлық алған кезде, мені Нұрболат 20 000 теңгеден төлем жасайсыз, сол кезде сабаққа досты боласыз. Просто сіз қазірден, егер мүмкіндігіңіз болмай тұрса, дәл қазір 5 000 теңге предоплата жасап қою арқылы 25 000 теңге скидка бағаны сақтай аласыз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ал сабақты алу үшін қазір сізге сабақ Инстаграмда дайректте жіберді ғой, төменде. Соған қайтадан оралыңыз да маған жазыңыз сол дайректке. Самұрық қазына бойынша сабақты алғым келеді деп жазыңыз. Мен сізге реквизит жіберемін. Қандай төлем жолын жасайтыныңызды айтасыз, рассрочка, ред, перевод деген сияқты. И сізге сабаққа доступ берілетін болады. Және ең басты артықшылығы, менде видео сабақтарға доступ бір алдың ба, өмір бақи, мәңгі бақи қайтыс болғанша беріледі. 6 ай, 1 жыл деген жоқ. Значит, ол нені білдіреді? Егер 2026-та алдағы уақыттарда самұрықтың ішінде бірдеңе өзгерсе, басқа жаңалықтар пайда болса, заң өзгерсе, оның барлығы сабақтар салынып отыра береді. Онымен қайта-қайта салғанға сенен тағы да ақша сұрамаймын. Сен менен бір-ақ рет самұрықтың курсын аласың, болды, өмір бақи самұрықпен бірге жұмыс жасайсың. Басқа жақтан тағы да курс алып, шығынданудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да 25 000 теңге самұрық қазына мүмкіндікті пайдаланып қалыңыз. Ал сабақта кездескенше.